Ережеп айының қасиеті. Ережеп деген сөз таржиб деген сөзден келіп шыққан. Ережеп пейіштегі суы сүттен ақ, балдан тәтті, сап-салқын дарияның да аты. Оның суынан ережеп айында ораза ұстап, жаман істерден және ниеттерден арылғандар ғана іше алады деп те айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ережеп Алланың айы, Шағбан менің айым, Рамазан үмбетімнің айы деп айтады. Әріптердің мағынасын түсіндіруші кейбір кісілер. Раджаб 3 әріптен тұратын арабша сөз. Бірінші, р – рахмат, Алланың рахымы. Екінші, ж – журм, пенденің күнәсі. Үшінші, б – бир, Алланың берген жақсылығы. Алла тағала пендемнің күнәсін рахымым мен жақсылығымның арасында жоям дейді, деп түсіндірген. Әбу Хурайрадан риуаят етіледі. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям, кім ережеп айының 27-ші күні ораза ұстаса, оған 60 айлық ораза ұстағанның сауабы жазылады деп айтқан. Ережептің 27-ші күні Жәбірейіл алейхиссалям пайғамбарымызға бірінші мәрте аян алып келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям миғражға да сол күні шыққан. Әнәс радиаллаху анху риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айтты: кім харам айларында Зүлқағда, Зүлхиджа, Мухарам, Ережеп 3 күн ораза ұстаса, оған 900 жылдық оразаның сауабы жазылады. Осы хадисті пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалям естімеген болсам керең болайын. Орыннан былай айтылады: харам айлары 4-еу: Зүлқағда, Зүлхиджа, Мухарам, Ережеп. Періштелердің ұлығы 4-еу: Жәбірейіл, Әзірейіл, Микаил, Исрафил алейхиссалям. Дәретте жуу парыз болған мүшелер 4-еу: Аллаға таспихтер 4-еу: Субханалла, Әлхамдулиллах, Ла иляха илляллах, Аллаху әкбар. Есеп ілімнің негізгі бірліктері 4-еу: бірлік, ондық, жүздік, мыңдық. Уақыт бірліктері 4-еу: сағат, күн, ай, жыл. Жыл мезгілдері 4-еу: көктем, жаз, күз, қыс. Табиғат жағдайлары 4-еу: жылы, суық, құрғақ, ылғал. Халифалар 4-еу: Әбу Бәкір, Омар, Осман, Али радиаллаху анху. Дайлами Әзірет Айшадан риуаят етеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям айтады: Алла 4 түнде жақсылықты үйіп төгеді. Олар құрбан айт түні, ораза айт түні, Шағбан айының 15-ші бәрәт түні және Ережеп айының 1-ші түні. Дайлами Әбу Умамадан риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: 5 түн бар. Алла тағала бұл түндерде айтылған дұғаларды бос қайтармайды. Олар Ережеп айының 1-ші түні, Шағбан айының 15-ші түні, Жұманың түні және 2 айт түндері деп айтқан. Берекелі Шағбан айы. Шағбан кісіні таң қалдырып, ақылын қайран қылған деген мағынаны білдіреді. Бұның себебі бұл айда сан мыңдаған көп жақсылықтар болады. Әбу Умама Бахили былай деген: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям Шағбан айы кіргенде жан дүниелеріңді тазалап, ниеттеріңді дұрыстаңдар деп айтады. Әзірет Айша радиаллаху анха айтады: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям көп ораза ұстағандықтан, біз оны әрдайым ораза ұстап жүр деп ойлаушы едік. Ораза ұстамаған уақыттарын көргенде, еш ораза ұстамайды деп ойлаушы едік. Ол Шағбан айында ең көп ораза ұстаушы еді. Нәсәи Усамадан радиаллаху анху риуаят етеді. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям: Ва Расулалла, ешбір айда Шағбандағыдай көп ораза ұстағаныңызды көрмедім десем, пайғамбарымыз: адамдар Ережеп пен Рамазан айларының арасындағы осы айға көп мән бере алмайды. Шынында бұл айда жақсы істерің жаратқанға көтеріледі. Мен де істерімнің ораза кезімде Аллаға көтерілуін қалаймын деп жауап берді. Бухари мен Муслимнің хадис жинақтарында Әзірет Айшадан риуаят етіледі: мен Алла елшісінің Рамазан айынан басқа айларда толық ораза ұстағанын көрмедім. Шағбаннан басқа айларда да толық ораза ұстағанын көрген емеспін. Басқа бір риуаят бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Шағбан айын толық оразамен өткізген. Муслимнің басқа бір риуаяты бойынша да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Шағбан айының басым бөлігін ораза ұстап өткізген. Бұл риуаяттар алдыңғы хадисті кеңірек түсіндіреді. Қорытындылап айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Шағбан айының басым бөлігін ораза ұстап өткізген. Рамазан айы. Алла тағала: уа иман келтіргендер, өздеріңнен бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Бәлкім, сол арқылы асау нәпсіні тізгіндеп, күнә атаулыдан сақтанып, тақуалыққа жетерсіңдер деген.
Рамазан оразасы хижраттың 2-ші жылы парыз болған. Рамазанның сауаптылығы туралы айтылған көптеген хадистер бар. Мысалға алсақ, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деген: Рамазанның 1-ші түні Алла бәріне пейіш есіктерін ашады. Ай бойы бұл есіктердің ешбірі жабылмайды. Алла бір жаршыға бұйрық бергенде ол: уа жақсылық күткен пенде, кел, уа күнә жолына түскен пенде, күнәдан қайт деп жар салады. Одан: күнәләрінің кешірілуін сұрағандар жоқ па? Күнәлары кешіріледі. Тілек тілеген кісі жоқ па? Тілегені беріледі. Тәубе жасаушылар жоқ па? Тәубесі қабыл болады дейді. Бұл жағдай таң атқанға шейін жалғасады. Алла тағала айт күні азапқа лайық болған мыңдаған кісіні тозақтан азат қылады. Салман Фарси риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Шағбан айының ақырғы күні бізге қарап: уа адамдар, сендер ұлы айға кірдіңдер. Онда 1000 айдан да жақсы және қайырлы қадір түні бар. Алла бұл айда ораза ұстауды парыз қылған. Түнгі ғибадатты еріктеріңе қалдырған. Кім бұл айда бір сауап іс жасаса, ол сауабынан тысқары бір парызды орындағандай болады. Бұл ай сабырлылық айы. Сабырдың сауабы пейіш. Бұл ай өзара жәрдемдесудің айы. Бұл айда мүміннің ризығы артады. Кім бұл айда ораза ұстағандарға ауыз аштырса, бір қолды азат қылғандай сауап табады. Күнәлары кешіріледі деді. Біз: уа Расулалла, бәрімізде ораза ұстағандарға ауыз аштыратындай мүмкіндік жоқ қой дедік. Ол: Алла бұл сауапты ораза ұстаған кісіге бір ұрттам сүт, бір ұрттам су, не бір құрмамен ауыз аштырған пендеге де береді. Кім бір ораза ұстаған кісіні тойдырса, бұл оның күнәларының кешірілуіне себеп болады. Жаратқан иесі оның шөлін менің бұлағымнан қандырады, және ол мәңгілік шөлдемейді. Бұл айдың басы рақым, ортасы кешірім, аяғы тозақ отынан құтылу. Кім бұл айда қызметшісінің жүгін жеңілдетсе, Алла оны тозақтан азат қылады. Сендер бұл айда 4 нәрсені көбейтіңдер. Осы 4 нәрседен екеуімен жаратқан иелеріңді разы қыласыңдар. Қалған 2 нәрсе сендерге сөзсіз керек. Жаратқан иелеріңді разы қылатын 2 нәрсе: лә иляха иллаллах, Алладан басқа құдай жоқ деген сөз, және өз әлсіздіктеріңді мойындап, Алладан кешірім сұраңдар. Сендерге сөзсіз керек болған 2 нәрсе пейіш пен тозаққа тиесілі. Сондықтан бұл айда жаратқан иелеріңнен пейішті сұраңдар. Тозақтан құтқара көр деп Алладан сұраңдар деп жауап берді. Тағы бір хадисте айтылған: кім шын жүректен сеніп және жаратқаннан ғана сауап күтіп ораза ұстаса, Алла оның өткендегі және келешектегі күнәләрін кешіреді. Алла тағала айтады: адамзаттың барлық істері өзі үшін, бірақ оразасы бұдан тысқары, ол мен үшін. Оның сауабын жеке мен өзім беремін. Пайғамбарымыз айтқан: менің үмбетіме ораза айында 5 өзгешелік берілді. Бұл менен бұрынғыларға берілген емес. Бірінші, ораза ұстаған кісінің аузының иісі Алла үшін мисктен де жақсы. Екінші, періштелер ауыз ашарға шейін ораза ұстағандардың күнәләрін кешірілуін сұрайды. Үшінші, бұл айда шайтандар байланады. Төртінші, Алла әр күні пейішті сәндейді, және тақуалы пенделерім жамандық пен қиындықтан құтылуына жақын қалды дейді. Бесінші, ол айдың ақырғы түні оларды кешіреді. Сахабалар: уа Расулалла, ол қадір түні ме деп сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: жоқ, бірақ әрбір жақсы іс жасаған кісінің жақсы істері қабыл болғанда сауаптары беріледі деді. Қадір түні. Анас ибн Малик радиаллаху анху риуаят етеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям қадір түні Жабрил бірнеше періштемен жерге түседі. Олар тік тұрып, отырып, Алланы зікір қылып жатқан барлық пенделерге сәлем беріп, олар үшін Алладан кешірім тілейді деді. Әбу Хурайра айтады: қадір түні көп сандағы періштелер жер жүзіне түседі. Олардың түсу үшін аспанның есіктері ашылады, нұр төгіледі. Періштелер шартарапқа жайылады. Бұл сәтте адамдардың жағдайы әртүрлі болады. Біреуге аспан мен жердің сырлары ашылады. Аспандағы періштелер алынып тасталады. Біреулер аспанда періштелерді тік тұрған жағдайда отырған, рукух, сәжде жасап жатқан, Алланы зікір қылып, оған шүкіршілік келтірген, тасбих айтып, оның ұлылығын мадақтап жатқан жағдайда көреді. Басқа біреу пейішті, пейіштегі сарайларды, хор қыздарды, дарияларды, ағаштарды, жемістерді көреді. Ол Алланың аршын, пайғамбарлардың, әулиелердің, шейіттердің және тақуалы пенделердің дәрежелеріне куә болады. Сол түні мүміндердің бір тобы Алланың нұр жамалын көреді. Перде көтеріледі. Сол мүміндер ғана Алланың жамалын көре алады. Әзірет Омардың риуаяты бойынша Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деген:
Кім Рамазанның 27-ші түнін таң атқанша ғибадатпен өткізсе, оның бұл ісі мен үшін Рамазан бойы барлық түнде жасалған ғибадаттардан да жақсырақ. Әзірет Фатима радиаллаху анха: әке, түнді ғибадатпен өткізуге әлі келмеген әйел, еркектер не істесін деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: олар бұл түннің қайсы бір уақытын жастықтарын тік қойып, оған жастанып отырып Аллаға дұға қылуы мен үшін үмбетімнің баршасы Рамазан түндерінің бәрін ғибадатпен өткізгеннен тағы жақсырақ деп жауап берген. Айша анамыздың радиаллаху анха риуаятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: кім қадір түнін жандандырып, түнде 2 рәкат намаз оқыса және тәубе келтіріп истихфар айтса, Алла оны кешіреді. Алланың мейіріміне ие болады. Жәбірейіл оны қанатымен сипайды. Жәбірейіл қанатымен сипаған барлық кісілер пейішке кіреді деген. Айт мейрамы. Шәуәл айының 1-ші күні ораза айт, Зүл-Хиджа айының 10-шы күні құрбан айт болады. Бұл күндердің айт, қайту деп аталуының себебі мынадай. Бірінші, мүміндер Рамазан айында Аллаға бойынсынуды білдіретін Рамазан оразасын ұстағаннан кейін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам еріп, Шәуәл айының 6 күндік оразасын ұстайды. Құрбан айтында болса, Алла үшін қажылық парызын өтеп, пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам зиярат қылуға дайындалады. Сөйтіп, қуаныштар қайталанады. Екінші, бұл айт мейрамдары әр жылы қайталанады. Үшінші, мейрамда Алланың жақсылықтары мол болады. Төртінші, мейрам күні қуаныш келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айт намазын 1-ші мәрте хижраттың 2-ші жылы оқып, оны Рамазан айт намазы деп жариялаған. Әбу Хурайраның радиаллаху анху риуаяты бойынша, мейрамдарыңды тәкбирмен әсемдеңдер деп айтылады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам кім айт күні 100 мәрте Субханаллахи ва бихамдихи десе және оны марқұм мұсылмандарға бағыштаса, әрбір қабірге нұр кіреді. Ол пенде дүниеден қайтқанда Алла оның қабіріне 1000 нұр кіргізеді деп айтқан. Уахб ибн Муннабих баяндайды. Ібліс әрбір айт күні жәрдемшілерін шақырады. Жәрдемшілері одан: ұлы басшымыз, неге мұнша ашуланып жатырсың деп сұрайды. Ібліс оларға: Алла мүміндерді кешірді, енді сендер олардың нәпсілерін қоздыру үшін қатты жұмыс істеулерің керек деп жауап береді. Уахб ибн Муннабих олай деген: Алла пейішті ораза айт күні жаратты, құтты туба ағашын сол күні тікті, Жәбірейілді сол күні уахи жеткізуші елші қылып тағайындады, перғауын сиқыршыларының тәубесі сол күні қабыл болды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: кім айт түнін ғибадатпен өткізсе, жүректер өлген күні оның жүрегі өлмейді деген. Әзірет Омар радиаллаху анху айт күні кіші баласын көрді. Оның үстінде ескі көйлек бар еді. Әзірет Омар жылай бастады. Бала оның неге жылап жатқанын сұрады. Әзірет Омар: балалар сенің бұл ескі көйлегіңді киіп жүргеніңді көрсе, еңсең түседі ғой деп ойлағанымнан жыладым дейді. Баласы оған: Алланың разылығынан ажыраған, не ата-анасына қарсы шыққан кісі қайғыруы керек. Сіз менен разы болсаңыз, Алла да разы болады деп үміттенемін деп жауап береді. Бұл жауапты естіген Әзірет Омар қайтадан жылап, ұлын бауырына қысып дұға қылды. Бізге жеткен баяндардың арасында төмендегідей мағлұмат та бар. Айт күні таңның алдында Алла періштелерді жібереді. Олар жерге түсіп барлық көшелердің басына тұрып алып, адамдар мен жындардан басқа барлық жандылар еститін үнмен: уа Мұхаммедтің үмбеті, орындарыңнан тұрыңдар, мұқтаждықтарыңды үйіп төгіп берген Рәззақ Алланың алдында тұрыңдар. Бұл күні үлкен жақсылықтар болады, көп күнәлар кешіріледі деп жар салады. Мүміндер намаз оқығалы мешіттерге жиналғанда, Алла тағала періштелерден: жұмысшы жұмысын бітіргенде не қылу керек деп сұрайды. Періштелер: қызмет ақылары төленуі керек деп жауап береді. Сонда Алла тағала: сендер куә болыңдар, мен оларға сауап, сыйлық ретінде өз разылығымды және кешірімімді тарту еттім дейді. Зүл-Хиджаның ұлылығы. Ибн Аббас риуаят етеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: Алла үшін бұл күндерде жасалған істер басқа күндері жасалған істерге қарағанда сүйіктірек деді. Сахабалар: Алла жолындағы күрестен де сүйікті ме деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Алла жолындағы күрестен де сүйікті. Бірақ мал жанымен Алла жолында күреске шығып, үйіне қайтпай қалған пенденің ісі бұдан тысқары деп жауап берді. Ибн Масғуд айтады: Алла күндерден 4-еуін, айлардан 4-еуін, әйелдерден 4-еуін өзгеше жаратты. Бұдан тысқары 4 кісі пейішке бірінші болып кірушілердің алдыңғы қатарында болады. Тағы басқа 4 кісіні пейіш шыдамсыздықпен күтеді. Күндердің біріншісі жұма. Бұл күнде бір уақыт бар. Кім бұл сәтке тұспа-тұс келгенде Алладан дүниелік не ақыретке тиесілі бір нәрсе тілесе, ол сөзсіз беріледі. Екіншісі Арафат күні.
Арафат күні келгенде Алла періштелеріне: «Уа періштелерім, менің пенделеріме қараңдар, қиыншылықтарды көтеріп, қолында жоқтарды тойдыруда. Сендер куә болыңдар, мен оларды кешірдім» дейді. Үшіншісі, құрбан айттың бірінші күні. Біреу Алла үшін құрбандық шалса, оның қанының алғашқы тамшысы күнәларының кешірілуіне себеп болады. Өзгеше күндердің төртіншісі, пітір садақа беріліп, мұқтаж және жарлылар қуандырылған күн. Мүміндер Рамазан оразасын ұстап, мейрамға жетсе, Алла періштелеріне: «Әр қандай жұмысшы жасаған ісі үшін ақы алады. Пенделерім парыз қылынған бір айлық оразаны ұстады, ертең мейрамдайды, ақыларын беруіміз керек. Уа періштелер, сендер куә болыңдар, мен оларды кешірдім» дейді. Сонда біреу: «Уа Мұхаммедтің үмбеті, көңіл бөліңдер, жаман істерің жақсы істерге алмастырылады» деп жар салады. Өзгеше айлар: Ережеп, Зүлқағда, Зүлхиджа және Мұхаррам. Өзгеше әйелдер: Имран қызы Мариям, Хуайлид қызы Хадиша, Мазахим қызы Асия, Мұхаммед қызы Фатима. Пейішке кірушілердің алдыңғы сапындағылары: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Салман Фариси, Сухайб және Әзірет Біләл. Пейіш қалап күткен кісілер: Әзірет Әли, Салман Фариси, Аммар ибн Ясир, Миқтат ибн Асуат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: кім Арафат күнінен бір күн бұрын ораза ұстаса, Алла оған Айюбтың алейхиссалам бәлелерге сабыр қылғаны үшін берілгендей сауап береді. Кім Арафа күні ораза болса, Алла оған Исаға алейхиссалам бергендей сауап береді. Арафат күні Алла жер жүзіне өз мейірімін төгеді. Бұл күні өте көп пенделер кешіреді. Кім Арафат күні Алладан дүниелік не ақыретке тиесілі мұқтаждығын сұраса, Алла оның сұрағанын береді. Ашура күні. Ашура Мұхаррам айының 10-шы күні. Ибн Аббас риуаят етеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Мадинаға келгенде Ашура күні яһудейлердің ораза ұстап жатқанын көріп, себебін сұрады. Олар: Алла тағала сол күні Мұсаны алейхиссалам және Бану Исраилді перғауынның зұлымдығынан құтқарды. Біз Алланың сол ісіне шүкіршілік ретінде ораза ұстаймыз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: біз Мұсаға сендерден де жақынырақпыз деді. Және сол күні ораза ұстауға бұйырды. Бірақ яһудейлерге ұқсап қалмас үшін Ашура күнінен бір күн бұрын және бір күн кейін қосып ораза ұстаңдар деп бұйырды. Ашура күнінің ұлылығы туралы бірнеше мағлұмат бар. Адам алейхиссалам сол күні жаратылып, сол күні пейішке кіргізіледі. Сол күні тәубесі қабыл болғаны, арш, күрсі, аспан мен жер, күн, ай және жұлдыздар да сол күні жаратылғаны, Ибрахим алейхиссалам сол күні туылғаны және Намрудтың отынан сол күні құтылғаны, Иса алейхиссалам сол күні туылып, сол күні аспанға көтерілгені, Идрис алейхиссалам сол күні ұлы орынға көтерілгені, сол күні Нұхтың кемесі Жуди тауына тоқтағаны, Сүлейменге алейхиссалам ұлы патшалық сол күні берілгені, Жүністің балықтың ішінен шығарылғаны, Жақыптың көзі көре бастағаны, Жүсіптің құдықтан шығарылғаны, Аюбтың алейхиссалам бәледен құтылғаны, бірінші жаңбыр сол күні жауғаны, бұрынғы үмбеттерге Ашура оразасы парыз болып, Рамазан оразасымен үкімі жойылғаны айтылады. Байхақи жазып алған бір хадисте: кім Ашура күні отбасы мүшелерін қуантса, Алла да жыл бойы оны қуантады деп айтылған. Табарани кітабында жазған, бірақ сахихтігі анықталмаған бір хадис: Ашура күні жасалған бір жақсылық 70 000 жақсылыққа тең. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам немересі Әзірет Хусейннің Ашура күні шейіт болуы да оның Алланың алдындағы дәрежесінің ұлылығын көрсетеді. Сондай-ақ оның Әхіл бәйтте ұлы орын иеленгеніне дәлел болады. Кім Ашура күні Хусейннің радиаллаху анху басына келген кесапат бәлені еске алғысы келсе, барлық кісілер бұл дүниеде уақытша екенін және барлық нәрсе Алладан келіп, Аллаға қайтатынын еске ұстап, терең ой жүгіртуі керек. Рафидилердің, шиялардың және басқа теріс ағымдардың жаңылыс жолдарына түспеу керек. Ашура күні жылап-сыздап, айқайлап өкіріп, өзін сабап аза тұтуға болмайды. Өйткені мұндай іс-әрекеттер мұсылманшылыққа сәйкес келмейді. Егер мұсылманшылықта айқайлап өкіріп, бетін тырнап жылап, айғай салу бар болса, Әзірет Хусейннің атасы әлемнің жарық күні пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өтуі соған ең лайықты болмақ. Алла тағаланың өзі бізге жеткілікті. Ол қандай жақсы қолдаушы.